Бір 150 мың долларға салған үйім құлап қалды 2 жылдан кейін, шыны керек. Бірақ сол кезде депрессия болдым, 1 жылдай қатты қиналдым. 2 үйім бар Алматыда, көлігім бар, біраз дүнием, тірлігім бар, бірақ бәрі соның бәрі табандылық, характер и еңбекқорлық. Енді мен 55-тен, атым Серік. Осы уақытқа дейін мен өмірде көп сәтсіздікті, өміріміз түбегейлі өзгеріп кеткен уақыттарда болды. Бірақ енді соның бәрін жеңіп шықтық. Осы сіз сияқты мынау, сіз секілді талай банкрот болған, 150 мың, 200 мың доллардан бір 5 рет болған шығармын. Бірақ мен соның ешқайсынан қайтқан жоқпын, шыны керек. Тіпті мынандай жағдай болды, алаяқтарға ұрынып, сатып алған жерім ой екен. Сол жерде бір 150 мың долларға салған үйім құлап қалды 2 жылдан кейін, шыны керек. Шок болдым да мен Астанаға көшіп кеттім. Атың кім? Серік. Серік, шындығын айтшы, солай сәтсіз көргенде депрессия басында нетесің ғой енді? Мен 2 күн болсын қанша. Қалай шығып жүрдің? Өмірім түбегейлі өзгерді 97 жылы. Бірақ сол кезде депрессия болдым, 1 жылдай қатты қиналдым. Ал енді бірақ өмірімді қайтадан бастап, қазір қайтадан мен 3 балам бар, 5 немерем бар, 2 үйім бар Алматыда, көлігім бар, біраз дүнием, тірлігім бар, бірақ бәрі соның бәрі табандылық, характер и еңбекқорлық. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Ол так что мына бизнес бастаудан алатын нәрсеміз көп, тем более мына кісіден мен өте сыйлаймын. Сіздің мынау былайша айтқанда жарты сабаққа қатысқым келіп кетеді, түске дейін сіз болғандықтан және мотивациялан, шыны керек. Алатыным сол, анау балалар менің 10 бастығым кішкене сабақты орындамаса, маған ренжімеңіздер. Мен алатыным мына кісімен кездесу просто, шыны керек. Жақсы, рахмет. Рахмет. Жақсы. Осы кісілердің жолы кілем төсеп қойған, асфальт төсеп қойған жол емес, солай ғой да. Бірақ енді өмірге қайтадан келсе, сендер басқа жолды таңдамаушы едіңдер, солай ғой. Мысалы, маған қайтадан өмірге келсе, мен батпаққа баттым, банкрот болдым, бірақ мен біреудің қолында жалшы болып, ондай өмірді қаламаушы едім. Әрбір аспанға, көк аспанға бір шыққан, еркіндікті бір көрген адам қайтадан тауық қораға кіргісі келмейді. Бұл өмірге сендер тауық қорада өту үшін келген жоқсыңдар. Көк аспанда самғап ұшу үшін келдіңдер. Ол үшін өзің адам жасаған адам жасайды деген сенімділік, ол бір күні кемейді. Бағанағы жаттығу да әрбір сәтсіздік келген сайын, бұл уақытша, бұл кездейсоқ болды, бұған мен кінәлі емеспін деп үнемі сөйтіп айтуды, күнде 50 рет 60 рет любой сәтсіздік сөйтіп айтуды үйрену керек. Нейрон қалыптасады. Сәттілік болғанда бұл заңды мен бұған лайықтымын, я жасыл жол, бұл мен жасаймын дегенде. Содан кейін ештеңке адамның маңдайына жазылып берілмеген, тегінен беріледі, бірақ бәрін үйреніп алуға болады.